1026. Так, документы ваши. На видео не будет показывать вам, а вам лично покажем. Документы мне покажите на видео. Вы что, вообще что ли уже қалып қойғансыздар қазір заманның ағымында? Покажем. Выйдите сюда, пожалуйста. Выйдите сюда. Любезно. Да, на видео не обязательно, маме можете показать. Давай. Покажите мне. Мне снимать или нет? Ты же снимаешь, да, дочь? Да, я сниму. Оқимын. Майор полиции Жобалаев Берег. Тұра тұрыңыз, до конца оқимын. Жобалаев Берег Рискельевич, участковый инспектор полиции. Подождите, сроки действия хочу посмотреть. Так, 17.04. 22 года, номер газета. Так, номер 34160. Ага, дальше. Так, так, старший лейтенант полиции Иманмадиев Олжас Верланович, участковый инспектор полиции, номер документа 29779. Вот здесь срок годности посмотрите. Ой, реально, курит. 1.04.22, да? Ага. Так, сізде көрсетіңіз, үшеуміз келген тұқы. Так, Бапинов, прокуратура? О, Бапинов Қуат Кенжебекович, Семей қаласы прокуратурасының бөлім прокуроры, берілген күні 19 апрель 2019 жыл, жарамдылығы до 19.04.2022 года. Так, номер 69. Угу. Очень приятно. Сізбенен кездескен, бүгін формамен басқаша көрген екенсіз, айта беріңіз. А на работе делают СМУ, көше партиясы. Так, маған постановление көрсетіңіз. Без этого это не действительное. Постановление. Исильский районный судный постановление. Сіз это недействительное. Потом, какое имеет... Подождите, я не буду, я сразу скажу, я не буду получать. Почему? Потому что буду отказываться, конечно. Зачитать что? Сол Нұр-Сұлтан қаласы Есіл аудандық сотының жаңағы 2020 жылдың бетіңізді ашсаңыз бола ма? Мен ауырмаймын коронавируспен. Бетіңізді ашыңыз. Хорошо. Ұялады ғой, бұл кісілер ертең жауап береді ғой. Сот көше партиясы қозғалысын экстремистік ұйым деп табу туралы шешім шығарған болатын. Кім? Есіл аудандық сот. Сізге қатысы қанша оның, Семейге? Постановление көрсетіңіз. Без постановления я не подписываюсь. Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік кодексінің 240 бабы 7 тармақшасының күшімен ұйымды экстремистік деп тану туралы сот шешімі дереу орындалуға жатады. Бұл сот шешімінен кейін Қазақстан демократиялық көше партиясы ұйымдарының әрекетіне кез келген қатысуға, оның ішінде Қазақстан демократиялық көше партиясы идеяларын насихаттау және қолдау, осы мақсаттарда жарияланымдарды, парақтарды және өзге де ақпараттық үгіт насихат материалдарын әзірлеу, шығару, тираждау және тарату, сақтау және кез келген әдіс-тәсілдермен тасымалдауға, митингілер, шерулер, қоғамдық акциялар және өзге де бұқаралық іс-шаралар ұйымдастыру және өткізу, сондай-ақ Қазақстан КДТ, түсініңіздер ғой, Қазақстан демократиялық көше партиясы атынан немесе қолдау көрсету үшін атрибуттар мен ұрандар пайдалануға. Көше партиясы деген жаңа атаумен КДТ экстремистік ұйымдардың ұстанымдары мен идеяларын интернет желісінде және өзге де бұқаралық ақпарат құралдарында, телекоммуникациялар желісінде, әлеуметтік желілерде, мессенджерлерде және бейне хостингерде репосттар, комментариялар беру жолымен оны мақұлдауға. Қазақстан демократиялық көше партиясы қызметін ақша жинау немесе өзге де мүлікті беру, сыйға беру, айырбастау, қайырымдылық, демеушілік және қайырымдылық көмек, ақпараттық және өзге де қызмет түрлерін көрсету жолымен қаржыландыруға тыйым салынады деген сөз. Атап көрсеткен заңмен тыйым салынған әрекеттерді жасау Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 182 бабы бойынша экстремистік топ құру, оған басшылық ету немесе оның әрекетіне қатысу қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады. Баптың санкциясы 8 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды
сондай ақ мүлкін тәркілеуді көздейді. Так, 258 бап. Террористік немесе экстремистік әрекетті қаржыландыру және терроризмге, не экстремизмге өзге де дем берушілік. Бұл баптың санкциясы мүлкі тәркіленіп 5 жылдан 9 жылға дейінгі мерзім бас бостандығынан айыруды көздейді. Және 405 бап қоғамдық немесе діни бірлестіктердің не өзге де ұйымның экстремизмді немесе терроризмді жүзеге асыруына байланысты олардың қызметіне соттың тыйым салу немесе тарату туралы шешімінен кейін олардың қызметін ұйымдастыру және оған қатысу. Ол баптың немесі. Қылмыстық кодекске сәйкес баптың санкциясы 2 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды көздейді. Сондай ақ Қазақстан демократиялық көше партиясы өткізетін қоғамдық акциялар ұйымдастыру және қатысу Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 489 бабы 10 бөлігі бойынша жауапқа тартуға негіз болады. Естігенде тұрыңыз, тағы қайталап жүріңізші. Немене дейсіз? Көше партиясы өткізген қоғамдық акцияларды ұйымдастыру және қатысу Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 489 бабы 10 бөлігі бойынша жауапқа тартуға негіз болады. Сондай қылмыстық кодекстерді айтып кеттік қой. Енді мұнда әкімшілік жауапкершілік де бар. Бұл бойынша 50 айлық есептік көрсеткішке айыппұл салынады, немесе 15 тәулікке қамау алынады. Осыған байланысты сізді заңнаманың жоғарыда аталған талаптарын бұзбауға Қазақстан демократиялық және оның ішінде көше партиясы деген жаңа атаумен әрекет ететін экстремистік ұйымдардың көшбасшылары мен белсенділердің құрығына түсіп қалмауға, оның әрекетіне қатысудан аулақ болуға шақырамыз. Құқық қорғау органдары кез келген бұзушылықтардың жолын кесіп қылмыстық қудалауға дейін заңда көзделген шараларды дереу қолданатын болады. Сіздерге бұл жай ескертіп жатырмыз. Енді тыңдаңыз. Сұрақтар болса, енді тыңдаңыз. Мен Дулат Ағаділ қайтыс болды. Қайтыс болғанға дейін мен тып-тыныш қана отыратыным, қарапайым анамын. Мына қызды таныйсыздар, Кербез Егінбай түсіресеңіз. Түсіріп тұрсыз ба? О, мынау менің қызым. Она захотела хорошо жить. Не на 14 тысяч пособий жить, а захотела лучше жить. Вы сами понимаете, я здесь проживаю. Ну, не только ради себя, ради вас. Поэтому я защищаю свою дочь. Я мать, я полно имею право. Затем, көше партиясын құрған адам Дулат Ағаділ. Такой же сантехник, то ли механик, то ли... Я не понимаю. Крановщик бар, ол кісі. Сол кісі қайтыс болғаннан кейін, менің қызымды өлтірмеу үшін мен осыған бардым. Көше партиясы экстремист қып тастадыңыздар ма? Мен көше партиясы тұратыным туралы сіздер дәлелдей алмайсыздар. Общественное объединение не зарегистрированное было. Знаете, я бы хотела, вот вы нас призываете, да, я вас поняла. Теперь можете... Поняла, не буду расписываться. Почему? Потому что Есильский районный судтың несін мені қарапайым ананы экстремист қып тастағаны сіз тыңдаңыз. Почему вы подошли? Значит, я тоже имею право. Экстремистті тұра тұрыңыз, мен до конца доверю. Оғанға дейін сіздің емелеріңіз ол кезде көше партиясы ол экстремистік танылған жоқ. Ерланға кіп кетесіздер? Ерлан. Жамына жазылып тұрғанда 19 мамыр, 2010 жылғы осы жақында ғана экстремистік танылып отыр, дұрыс қой? Заңсыз танылды. Оғанға дейін сіздер көше партиясы, оған қатысты ешкім сіздерге сұрақ болмайды ол бойынша. Негізі қ.д.т.ны да экстремист деп танылған соттың үкімін әлі шынайы түрде ешкім көрмеген. Келешекте егер сіздер осы көше партиясына партияға ары қарай жақтаушы болсаңыздар, ол бойынша жауапкершіліктер бар туралы біз ескертіп жатырмыз. Сіздер үшін бұл. Сіздердің можно мы вас предупредим, ертең билік ауысқан заманда сіздер осы биліктің заңсыз нелерін орындаған үшін сіздер де жауапқа тартыласыз. Соны да сіздер енді біліп жүріңіз деймін да, ертең біздің бетімізге қалай қарайсыздар. Бірақ Қарабек шақырып жатқан жоқ. Егер мені біз кетеміз. Бапинов қуат сені танимын, сен аттарыңды байқағам жоқ. Егер мені осы үйден экстремист ретінде бірдеңе қылып әкететін болса, өзің куәсің. Сенен көмек сұрап барған кезінде сен 489 статья 10 баппен алып кетті, өзің қашып кеттің кабинетіңе. Сол жерде бізді протокол составили, постановление выписали и протокол. Понимаете? Теперь нет, подождите, я тоже я полный имею право. Нет, нам не ясно, мы не согласны с этим. Енді подождите, я под көше
партии пока не буду двигаться. Пока. Что значит двигаться? Не Что это буду. Мы не поддерживаем вообще, да, это движение. В рамках закона действуем, правильно? До того мы действовали в рамках закона, хотя в это время вы осудили на 50 МРП. Вы были соучастником Бапинов. Куат, сізге айтып отырмын. Енді сіздер орындаватсыздар ғой сол приказдарды, сіздер де причастны. Енді Қарабектің списогіне кірсеңіздер, маған ренжімейсіздер. Мен өзімдікін сізге айтам, сіздер өзіңіздікін айттыңыздар. Я очень приятно было познакомиться с этим документом. Я, кстати, хочу сфотографировать, можно? Это же мое. Бізге сейчас оставим вам. Потом, что будете делать? Ну мы расписываться не будем, потому что сіз бізге берген жоқсыз. Есіл ауданы сотының үкімін бізге көрсеткен жоқсыздар. Қазақша қай тілде берген? Екеуін де беріңіз. Жарайды, мен қазір запомнил тогда сіздерге. Запомнил. Жоқ, енді сіздер мы просто... Жоқ, то, что именно вам адресовано. Да, я поняла. А вы не докажете, что я состою, потому что общественное объединение независимо. В общем, и так, и это к вам. Ваша цель доказать то, что Я поняла. Но, Бапинов, я тебя предупреждаю, если мені өлтірем, үйтем дейтін болса, мен ана международный ООН, ЕСТардың доверенность беріп тастағам. Она кахарман қыздарына. Да? Если со мной что-то случится или с моей дочкой, будете отвечать вы. Вот Қарабет деген сол мен айтып отырғаным. Не дай Боже, меня убьют за мои действия, а свобода слова не запрещено. Без цензуры. А мен матпен сөйлейтін білесіздер, мен без цензуры с вами общаюсь. Поэтому я вам скажу, не дай Боже, ертең маған бірдеңке дело навесіздер, вы будете отвечать перед ООН, перед ЕС, перед международными этими. Құтындар, я? Я вас предупредила тоже, потому что я народтың бір бөлшегімін. Вот народ. 18 миллионов. Где народ? 600 с чем-то. Вы тоже народ. И вы не обязаны выполнять действия, противозаконные, антинародные действия, выполнять. Құр Назарбаевқа бола. А ол елбасын 30 жыл сыйлады, хватит. Міне қандай жерде тұрамыз. 45 жыл соғыс кезіндегі до сих пор сондай жерде тұрамыз. Или вы хотите сказать, что я не работящая? Я работящая? Никто так не Ну говорит. все тогда. Вы тоже должны задуматься, у вас тоже дети. У вас тоже дети, у вас внуки Вам будут. тоже жить. Вот тогда мынау құлы болып кетеді, 21-ші жылға дейін жүре беретін болсаңдар, жерден айырыласың. Өздеріңдікін праваларыңды білулерің керек. Покорно Полиция орындай біздің бермей. жаққа қашан шығады? Покорно орындай бермей, сіздер де ойлануларыңыз керек. Ойландарыңыздар, сіздердің өздеріңіз 10 мыңдай адамдысыздар осы семейде. Правоохранительные органы. Митингқа шыққанда ұстамасандар бізді күшті болады вообще. Митингке шыққанда ұстамайды. Ұстамайды, өйткені бала шағаң бар. Вот 37 вагон, 37В, Дулатова 208. Ерлан, кіре бер. Мына жігіттер шықпайынша ыңғайсыз болды ғой. Мені көршім, құдай көршім. Сен де ютубқа түсесің. Кстати, у меня суд прошел только что. Только что суд, вы в это время подошли, я уже начала сомневаться. Бері қараңыз. Суд жүреді. Не болды? Келес. Келбейсіз сізге? Халкам совет. Келбейсіз. Ну, қол қойып не yapсаң? О, вам повезло, моя дочка тоже здесь. Да, оптом. Блин, можно вы ко мне отдельно придете? Не получится, блин. Тағы да андып, хиднасында тосып. Что-то біздің артымыздан слежка қапты ғой? Кім еді? Асылханов постоянно же здесь светится асты, да? Да? Это он когда скажу, у нас охрана мықты. Жігіттер, митингке шыққан кезде правонарушение бұзатындарды біз өзіміз көрсетіп отырамыз, әкетті. Сол кезде әкетіп отырыңдар, хорошо? А мирных этих людей вы не имеете права так сказать. Алып кетіп жатқан жоқпыз ғой ешкім. Жоқ, Вообще болашақта. митинг болады, онда провокация шығамыз. жігіттер болады. Сол жігіттерді біз міне әкетші, міне қуат әкетші деп өзіміз көрсетіп отырамыз. А мы мирные люди. Мы выходим на мирные митинги. Будем выходить и выходили. Құдай қаласа Не енді. выходила, буду выходить. Шығу керек халық. Я буду выходить. Я в этом 100% уверена уже. А көп болған кезде сендер қуанасыңдар, бала шағаларың құлдықтан құтылады. Сол көпке жеткізбей тұр ғой мен, ауыз жап.
жек көретін полиция емес, жақсы көретін полиция боласыздар. Гуманитарий деймін ғой мен, біздің семейдің полициясы мықты. Ашханов та жақсы, Бабинов, міне Қуатбенді көріп тұрмын. Одан кейін кім еді? Кто еще бұл? Ардақ әсіресе, Ардақты жақсы көремін, шіркін-ай. Асылғанов. Мен, который мен жылататын Ардақ. Қарабетке кіріп кетті. Енді бұл қорқып кетті, действительно. Ел өмір қайдан алам бұл қыз өз қайыртылып қашып жүрген кісі. Қорыққандан жылап жіберді, а оны Қарабетке сысқыртып жіберді уже. Өйткені біз международныйдамыз уже. Защита прав людей, да? Как? Че? Защита, под защитой мы говорим. Ана апай сізге. Біреу қазақша, біреу орысша сіздер. Жерлестер ғой. Понятно болсын. Жарайды, жігіттер. Жақсы, Енді апай, я сау вас болыңыз. предупредила. Мені өлтіріп ататын болса, я не правонарушитель. Я политический немін. Политикамен Біз айналысқан. экстремист емеспіз, активисты не экстремиспіз. Активисты не экстремист.